Windows сайтынан оригинал Apple-дардың заттарын көрсететін боламын. iPhone-дардың оригинал түрлері. Мысалы, телефондардың барлығының оригинал. Оны қайдан білуге болады? Оригинал дегенде, тездің астында қара жазу болу керек. Осы иероглифке қарап, сіздің оригинал екенін білсеңіз болады. Мысалы, Apple міне 100%. Осыны мысалы Apple-дың өзі несіне білеміз? Магазине мына. Мысалы, мына товарлардың барлығының оригинал заттар. Мына Apple, сынап жасаған бар ғой, сағат. Осының өзі оригинал. 57 адам алған. 30 салған мына, почти. Барлығы салған, бұның бағасы 1807. 1807. 1807. 121 мың теңге. 121 мың теңге. Бұның салмағы көп ауырда болмайды. Ал келесі телефондар. 14 Pro Max. 14 Pro Max. Оригинал. Золотысы түрі бар, қара түрі бар. Енді, мына оригинал. Қараймыз, қажет болған, қажет болған. Мына. Почти. Жабық. Енді, осының бағасын көретін боламыз. 86.98. 86.98. 582 мың теңге. Мысалы, мына телефон 580 мың. Почти 580 мың теңге. 14 Pro Max. Бізде 14 Pro Max-ның өзі әжептәуір суммада. Осы жерде сіздер оригинал қорпай заказ берсеңіздер болады. Мысалы, біреулер осы Қазақстаннан алып та алады. Кредитке болсын, наличка болса, осы жерден алсаңыздар болады. Енді кір уақыт кішкене былай болады, бірақ қорпай заказ берсеңіздер болады негізінде. Мысалы, AirPods-тар бар, таза оригинал. Барлығы оригинал. Зарядчиктер бар, мишкалар бар оригинал. Мынаның барлығы үшін Apple заттары. Барлығы оригинал. Мен өзім iPhone 13-ге заказ бергім келді. Сейчас бағаларын көретін боламыз. 14 плюс көрейік. 573 адам алған. Мына как іште. Ашып 30-дан салған. Ал есептеміз. 256 гигабайт. 6048. 6048. Мына 6048. 405 мың мен 14 256 гигабайт қылған. Ал кеттік мияқтан біз Каспиде бағасын көрейік. Каспиде бағасын көреміз. Міне 256 гигабайт. Міне 627 мың, 623 мың, 627 мың. Плюс жаңағына міне осы тура телефонды біз 405 мың теңгеге, 410 мың теңге телефон төлейді, 5 мың теңге төлейді. 410 мың теңгеге сіз iPhone 14 плюс аласыздар, еще 256 гигабайттық. Мияқтан мысалы 600 мың теңге, сіз 200 мың теңге өзіңізге пайда көріп тұрсыз мысалы.